Базар іші дуылдап тұр. 12-13 жасар бала мес-қарын саудагерінің алдындағы қуырылған тауық етіне өзінің тарамыс қолдарын созып еді. Анау бірден байқап, жеркенішпен итеріп жіберді. Мен құлап жатқан баланың көзінен мынаны оқыдым. Адамдар, қаталсыңдар, қаталдықтан әлағзар татарсыңдар. Жалғыздықтан зарығып ашынғанда мен сендерді асылдар дебем, сипайдау шошыңнан дебем. Жоқ, тас екен жүректеріңде, шыншылдық деген жоқ екен тілектеріңде. Өздерің оны күлгістіп жасырған менен мейірімге сараңсыңдар. Түбі содан жазымда табарсыңдар. Бір жылы көз қарастарыңа зарқадым да, соның ұзақ бақыт қой қамыққан ұлға. О адамдар, сендердің зұлымдықтарың шыдатпай өртеді мені. Не деген пасық едіңдер, шуақсыз қурайды емес пе жасыл егіндер. Мейірім аңсап, жүрегім қаңсырап тұрған зұлымдықтармен қамшылап тынған. Жанымда үміт, сенімдерім түгесілгенде, лақтырып тастап кеттіңде күресін жерге. Сендерден байлық сұраман өліп кетсен де, алтындарыңды алмаспын төгіп кетсең де, мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер ме? Мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер ме?